Құрметті отандастар, құрметті жерлестер, алдымызда мемлекетіміздің үлкен мерекесі рәміздер күні. Рәміздер күні біздің мемлекеттілігімізді танытатын мереке күні ғана емес, бұл рухымызды асқақтатып тұрған күн екендігін естен шығармауымыз керек. Әлемде 5 мыңнан астам халық болатын болса, соның 200-ден астамында ғана өз мемлекеті, өзінің жері белгіленген территориясы бар. Міне сол 200-ден астам мемлекеттер қатарында тәуелсіз Қазақстан елі бар екендігі бізге әрі мақтаныш, әрі рухымызды жоғары көтереді. Жаңадан қабылданған ата заңымызда біздің қазақ даласындағы мемлекеттіліктің тарихы мың жылдықтармен сабақтасып жатқандығы бекерден бекерге айтылған жоқ. Осы жағдайлардың өзінен ақ біздің ұлы далада мемлекеттіліктің белгілері мыңдаған жылдарға созылатындығын байқай аламыз. Олай болатын болса, мемлекеттілігіміздің айшықтап тұрған рәміздер күні ол тек қана біздің азаматтарға ғана емес, тұтас әлемге Қазақстан деген елдің бар екенін, қазақ деген ұлттың өзінің дербес мемлекеті бар екендігін, және де онда қазақстандықтардың бақытты ғұмыр кешіп жатқандығын айқындап тұр. Барлықтарыңызды келе жатқан рәміздер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, халқымыз бірлікте болсын. Ел басқарып отырған азаматтармен бірге тәуелсіз Қазақстанды нығайта берейік.